Сәлем достар, менімен бірге жаңғақ печеньесін әзірлеңіздер. Ол үшін сары майды ертіп алып, қантымызды қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Және де 2 жұмыртқамызды қосамыз. Ұнымызға разрыхлителімізді қосып, араластырып, жұмсақ қылып, қамыр үйретін боламыз. Міне достар, менде тураластан шықты. Және анамның берілген қалпымен печеньені пісіріп аламыз. Осылайша сгущенка қостым, мен тек бір жағына қостым, себебі балыма сіздер 2 жағында сгущенкамен қосаңыздар болады. Осымен біздің әрі тез даярланады.